Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қымбатты студенттер. Бүгін онлайн форматтағы сабағымыз 3-ші курс кітапхана ісі мамандығында кітапхана ісінің тарихы пәні бойынша өткізіледі. Тақырыбымыз алғашқы көне заманғы кітапханалар. Әлемнің ғалымдарының, тарихшыларының зерттеулері бойынша ең алғашқы кітапхана осыдан 8000 жыл бұрын пайда болған. Адамзат баласы білімнің, оқудың, кітаптың, кітапханалардың пайдасын түсінген. Біздің эрамызға дейінгі 332 жылы Александр Македонский негізін қалаған Мысырдағы Александрия кітапханасы әлемнің бірінші кітапханасы деп аталған. Сондай-ақ біздің эрамыздың 4-ші ғасырында Римде көпшілікке арналған 28 кітапхана жұмыс істеген. Ал әлемнің екінші даналық үйі атанған Отырар кітапханасы шамамен 5-ші ғасырдан белгілі бола бастаған. Әлемнің екінші үлкен білім бұлағы Отырар кітапханасы Шыңғысхан шапшылығы кезінде жоғалып кетті. Отырар кітапханасының күлге айналуы ұлтымыздың рухани өміріндегі орны толмас өкініш. Осы екі кітапханаға тоқталып, сөзді студенттерге берейік. Артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге деп Ұлы Абай айтқандай, кітап пен білімге құштарлық қай заманда болмасын, жеке адамның ғана емес, сонымен қатар тұтас қоғамдық өркениеттің, мемлекеттік саясаттың басты ұстанымы болып келген, болып қала беретіні тағы ақиқат. Ал оның дәлелі ретінде адамзат мәдениетімен бірге жасасып келе жатқан кітапханалар шежіресіне ой жүгіртсеңіз жетеді. Кітапханашы көне кәсіптің бірі. Кітапханалық қызмет 4,5 мыңнан аса жыл бұрын сазды тақталарды жинап, жазбаларды есепке алудан бастау алған көрінеді. Ал әлемнің 8-ші ғаламаты Александрия кітапханасында қызмет етуге тек ғұламалар ғана қабілетті еді. Және Александрия кітапханасындағы ең жоғарғы лауазым иесі бас кітапханашы деп аталды. Біздің эрамызға дейінгі 332 жылы Александр Македонский негізін қалаған, тарихтан біз білетін ежелгі кітапханалардың бірі Египеттегі Александрия кітапханасында осындай мыңдаған қағаздар сақталып келген. Әлем руханиятының тарихына академия, музей, кітапхана деген ұғымды қалыптастырып, адамзат өркениетінің аңсары мен нысанына айналған Александрия қаласының негізі Александр Македонскийдің әмірімен 332-331 жылдары қыс айында қаланды. Бас сәулетшісі Радостық Деникрат құрылысты жүргізген Навкратистық Клеменс тағайындалды. Алғашқы бас кітапханашы Аристотельдің шәкірті, Афинаның бұрынғы билеушісі Фалестік Деметрий. Александрия біртіндеп атымен ғана танымал бола қоймай, сонымен қатар антикалық дәуір мәдениеті де Александриялық мәдениет деп аталып, аз уақыттың ішінде адамзаттық өркениет пен дүниежүзілік сауданың, ғылым мен өнердің, мәдениеттің алып орталығына айнала бастады. Македонскийдің жорығынан түскен олжаның барлығы да дерлік осы қаланың мұқтажына жұмсала бастады. Соның нәтижесінде әлемнің 7 кереметінің бірі Александрия шамшырағы, патша сарайы, музей, кітапхана, стадион салынды. Жалпы қаланың негізін салған және оны қайта жаңғыртқан Македонскийдің қолбасшыларының бірі Птолемей мен оның ұлы Филадельф болды. Олар Александрияны әлемнің рухани астанасы еткісі келді. Ғұламалардың еш алаңсыз ғылыммен айналысуына барлық жағдай жасалды. Олар сол ғимаратта тұрды, сол жерде зерттеу жұмыстарын жүргізді және сол жерде өз шәкірттеріне дәріс жүргізді. Филадельфтің патшалығы тұсында кітапханада 4000 том қолжазба мен 90 000 түпнұсқа сақталды. Қыш кітаптары мен папирус жазуларының музейі болды. Миледиден бұрынғы 47 жылы қыш кітаптар мен қолжазбалардың саны 700 000 томға жетіпті. Қыш кітаптарындағы жазылған мәліметтердің түпнұсқа немесе көшірме екендігін анықтау үшін арнайы қолжазба реставрациясына арналған зерттеу шеберханалары салынған. Және де сол кездегі Александрия кітапханасындағы ғұлама ғалымдардың дәрежелері
жаңа ақсүйектерге қарағанда патшалардың дәрежесімен тең дәрежеде болған, және де ғұламалар ғылыммен жақсы еш қиындықсыз айналысуы үшін олар сол жерде тамақтанып, сол жерде қонып, тіпті өздерінің шәкірттеріне де дәрістерін сол жерде өткен болатын. Александрия кітапханасының бас кітапханашылары: тұңғыш бас кітапханашы Деметрий Фалерский, екінші ежелгі грек философы Зенодот Эфесский, үшінші библиографияның атасы Калимах Керенский, төртінші Аполлоний Родосский, бесінші географияның атасы Эратосфен Керенский, алтыншы бас кітапханашы грамматик ақын Аристофан Византийский, жетінші кітапханашы грамматик Аполлоний Эйдограф, сегізінші және соңғы кітапханашы Самофракийский Аристарх. Ақын әрі ғалым Калимах бұрынғы заманға дейінгі 310-240 жылдары Александрияға келіп, оқытушы болып қызмет етеді. Көп ұзамай оған екінші Птолемейдің назары түсіп, Александрия кітапханасына жоғары дәрежелі орынға тағайындайды. Осы шаңырақта Калимах 20 жылдан аса еңбек етіп, кітапхананың арқасында тарих, грамматика салалары бойынша 800-ден аса ғылыми еңбегі жарық көреді. Сөйтіп, поэзиядағы Александриялық бағыттың негізін қалайды. Калимахтың жетекшілігімен кітапхана каталогы жасалынып, сол жүйе негізінде кітап қоры толықтырылып тұрған. Калимах жасаған кітаптардың каталогы ақыл-ойдың асқан даналығы ретінде бағаланады. Автордың алғашқы каталогы 120 томнан тұрады. Бұл тұңғыш библиографиялық еңбектердің бірі болғандықтан Калимах библиографияның атасы атанды. Әйгілі Александрия кітапханасында әкесімен бірге жас Гипатияда жұмыс істепті. Атақ абыройы мен есімі жер шарына танылған Гипатиямен кездесіп, философия, астрономия, математика жайлы ой тұжырымдарын тыңдау үшін Рим империясынан, Кіші Азиядан және Жерорта теңізі жағалауынан арнайы делегация сапарлатып тұрған. Александрия кітапханасы талқандалып отқа оранған кездерде Гипатия аман қалған ұлы ойшылдар қолжазбаларын қайта қалпына келтіріп, кітапхананы сақтап қалды. Осылайша оның егістері, анығында кітапқа деген адалдығы ғалымның атын мәңгілікке кітапханашы етіп қалдырды. Патша Птолемей осы қорды көбейту үшін қаржысы мен жігерін аямаған. Кітапхананың қорын көбейту мақсатында Афина мен Родос әмбебаптарынан арнайы кітаптарды сатып алып отырған. Сол заманғы оқымыстылар 100 мыңнан 700 мың томға дейінгі кітап қоры болған жазады. Кітапхана қорының негізін ежелгі грек әдебиеттері мен ғылымнан тұратын шығармалар құрағанымен, мұнда шығыс халық тілдеріндегі де кітаптарда көп болған. Александр кітапханасының жанында көшірмелер штаты жұмыс істеп, олар кітаптарды көшіріп жазып, данасын көбейтіп отырған. Әлемге аты танымал Александрия кітапханасының өртенгендігі туралы екі дерек қабылданады. Яғни бірінші орыс ғұламаларының айтуы бойынша Александрия кітапханасының үлкен бір бөлігі, яғни ол жерде грек, рим, үнді материалдары сақталған үлкен бір бөлігі мысырлықтар мен Юлий Цезарьдің арасындағы сұрапыл соғыс кезінде өртенді дейді. Ал келесінде христиандардың әсерінен христиандар мен мысырлықтардың арасындағы сұрапыл соғыс кезінде өртенді деген екі дерек қабылданады. Тарихтардың бұрмалауына алып келе, мұсылмандар Александрия кітапханасының екінші бөлігін өртенді деген дерек қалыптасқан. Яғни халифа әмір тұсында егерде Александрия кітапханасында Құранда жазылған мәліметтер бар болса, кітапхана қалады. Ал егерде Құрандағы жазылған мәліметтер болмаса, онда кітапхананы өртейміз деген тұста Александрия. Міне осылай жауыз мұсылмандар әлемге танымал Александрия кітапханасын өртеп жіберді деген арасында өздерінің қосалқы сөздерінде орыс ғалымдары қосып қояды. Бірақ Мұстафа Шоқайдың зерттеуіне сүйенсек, Александрия кітапханасының екінші бөлігін оларды мұсылмандар өртеген жоқ деген деректі қолданады. Яғни ол кезде Александрия кітапханасы 319 жылы өртеніп кетсе екінші кітапханасы. Ал кіріс жорығы
642 жылы болған болса, яғни 642-ге дейін Александрия кітапханасы өртеніп кеткен. Оларды мұсылмандар өртеген жоқ деген мәліметті олар тарихтағы бұрмалауды түзететіндей бір мәліметтер енгізеді. Енді Александрия кітапханасының нақты қай жылы өртеніп және де нақты қай жылы жойылғандығы бізге нақты белгісіз. Қазіргі замандағы ғылымда да не араб басқыншылығы кезіндегі ойран мен талан-тараж туралы көп жазған Иоанн Никейский да, не өзге де исламға қарсы христиан тарихшысы да кітапхананың өртенгені туралы дерек келтірмейді. Сондықтан кітапхананың жойылғандығы белгілі бір оқиғамен байланыстыру мүмкін емес. Және бұған пұтқа табынушылар, христиандар немесе мұсылмандар кінәлі деп кесіп айтуда қиын. Бұл туралы нақты пікір жоқ. Профессор, академик Омаров Еренғайып Сәліпұлы былай дейді. Қазіргі замандағы ғылымда да не араб басқыншылығы кезіндегі ойран мен талан-тараж туралы көп жазған Иоанн Никейский де, не өзге бір исламға қарсы христиан тарихшысы да кітапхананың өртенгені туралы дерек келтірмейді. Сондықтан Александрия кітапханасының жойылғандығын белгілі бір оқиғамен байланыстыру мүмкін емес, және бұған пұтқа табынушылар, христиандар немесе мұсылмандар кінәлі деп кесіп айту қиын. Бұл туралы нақты пікір жоқ. Мәселен, Плутарх Цезарды, Эдуард Гиббон христиандарды, Григорий Барибри мұсылмандарды кінәлайды. Ал Британ энциклопедиясының авторлары бар кінәні Рим императоры Аврелианға артады. Сонымен Мұстафа Шоқай бүкіл мұсылман қауымының атынан үлкен тарихи бұрмалаушылықты тарихи тұрғыдан түзетті. Үлкен совет энциклопедиясында былай жазылады. Александрия кітапханасының бір бөлігі біздің эрамызға дейінгі 47 жылы Александрия соғысы кезінде жойылды. Алайда кейін Пергама кітапханасының қоры есебінен толықтырылып, қайта қалпына келтірілді. 391 жылы 1-ші Фердосияның императорлығы уақытында Серапис храмында болған кітапхананың үлкен бөлігі христиан табынушылары шабуылымен тып-типыл етілді. 20 ғасырдың басында Ресейде жарық көрген Брокгаус бен Эфронның кіші энциклопедиялық сөздігінде былай дейді. Александрия кітапханасы негізін Александрия қаласында 2-ші Птолемей қалаған. Қорында 500 000 том кітап болған. Кітапхананың бір бөлігі біздің дәуірімізге дейінгі 48 жылы Юлий Цезардың Александрияны қоршауға алған кезінде өртеніп кеткен. Қалған бөлігін 391 жылы христиан табынушылары құртып жіберген. Ақырында қала гректерден римдіктерге, христиандарға, ақыр соңында мұсылмандарға өткен кезде кітапхана біртіндеп жоғалып кетті. Жаңа билеушілер кітапхананың мазмұнынан мақтану себебін емес қауіпті көрді. Кітапхана көптеген мәтіндермен бірге жоғалып кеткеніне қарамастан, кітапханашылар білімді жинаудың, сақтаудың және оған қол жеткізудің тамаша әдісін іздеуде. Қазір ақпарат көлемі едәуір өсті, оны сақтау технологиялары жақсарды. Бірақ бұл сандық архивтер Александрия сиясы мен орамдарына қарағанда жойылуға төзімді болатынына кепілдік бермейді. Білім қорының физикалық тұрғыдан қауіпсіз болғанына қарамастан, кітапхананы бұза алатын әлде қайда қулық сұмдық күштерге қарсы тұра білу керек. Олар білімге деген қорқыныш және өткенді менсінбеу.